Сәлем қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басыңыздар. Бүгін сіздермен өте оңай америкалық панкейк жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге үйдегі бар болғаны 2 жұмыртқа мен сүт болса болғаны. Бізге керек нәрселер: жұмыртқа, сүт, су, қант, ұн, ванилин, разрыхитель. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қыздар, барлық керек нәрселерді описание бөліміне толықтай жазып қалдыратын боламын. Осылайша 2 жұмыртқа мен қантымызды жақсылап ергенше араластырып, үстіне сүтіміз бен суымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхителімізді салып, араластырып алып, ұнды осылай міндетті түрде елегіштен өткізіп барып, 2-3 мәртеге бөліп, осылай бір келкі масы шыққанша араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, оны да бір келкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз қыздар. Сары майымыз тестамызбен бірге бір келкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне шым-шым ванилинімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз қыздар. Ванилин деген енді міндетті емес, өздеріңіз білесіздер. Қысып тұрған тапаға тестамызды құйып, жақсылап тұрып екі жағын қызартып алып, осылай пісіреміз. Панкейктің екі жағын осылай қып-қызыл қылып пісіріп аламыз қыздар. Бірінші беті пісірген кезде осылай бетінде аппақ көпіршік пайда болады. Сол кезде екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Барлық панкейкті осылай екі жағын бір-бірдей қып-қызыл қылып пісіреміз. Міне біздің панкейкіміз дайын болды қыздар. Өте дәмді болды. Подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды